Армысыздар, құрметті көрермен. Тамырлас республикалық арнайы жобасы аясында жасампаздық пен жаңашылдық идеологемасын ілгерілету бойынша подкастымызды бастаймыз. Бұл Қазақстан Халқы Ассамблеясының ұғымын, Қазақстан Халқы Ассамблеясы осы жылдар бойы алып келген жетістіктерді зерделеуде мәнін ұғындыруға бізге көмектесетін ғылыми сараптамалық тобымыз бар. Бүгіні алтын уақыттарын бөліп, ғылыми сараптамалық топтың мүшелері Бастемиев Серік Қайырбекұлы, заң ғылымдарының кандидаты, Торайғыров университеті құқықтану кафедрасының қауымдастырылған профессоры. Қош келдіңіз. Және Зейнуллина Айман Файзуловна, филология ғылымдарының кандидаты, профессор, Торайғыров университеті үш тұғырлы тіл кафедрасының меңгерушісі. Айман Файзуловна, қош келдіңіз. Құрметті қонақтар, Қазақстан Халқы Ассамблеясы үшін биылғы жыл мерейтойлық 30 жылдық жүйелі жұмыс барысындамыз. Бұл жұмыста Қазақстан Халқы Ассамблеясының ғылыми сараптамалық тобы қандай рөл атқарды, және сіздер өз үлестеріңізді 2025 жылы қай жағынан көрдіңіздер? Жауап берсеңіздер. Мен өзім 4 рет районға бардық, мектептерге әртүрлі тақырыптармен оқушылармен кездесіп, ауылдан бұнымен кездесіп, әртүрлі тақырыптармен әңгіме, дүкен, баяндама жасадым. Одан кейін осында өткізілген бірнеше дөңгелек стол болды. Онда да эксперт ретінде өзімнің пікірлерімді әртүрлі тақырыптар бойынша айтып, соңғы дөңгелек столда баяндама жасадым. Белгілі бір тақырып бойынша. Одан кейін білмеймін, қазір шықты ма, шыққан жоқ па, мақала жаздым. Осы ассамблеяның жұмыс туралы, жалпы маңыз туралы. Конференциялар болды онлайн, оларға қатысып жүрмін. Жалпы қолымнан келгенше жұмысымды істеп жүрмін деп ойлаймын. Керемет. Мен енді жаңағы соңғы 2 жыл деп айтпаймын. Мен әжептәуір осы ассамблея пайда болғалы, өйткені өз Павлодар өңірінде 2 жоғарғы оқу орнында қызмет жасадық. Сонда бірінші кезекте ассамблеяның жеке ерекшелігін таныту үшін республикалық деңгейде өзінің қызметін бастаған кезде 2 үлкен республикалық конференция болды. Сол Астанадағы конференция мен баяндама жасадым. Жаңа толеранттылық бағыттағы көп ұлтты мемлекеттің өмір сүру бағдары деген. Сол кезден басталған. Кейін соңғы 5-6 жылда алатын болсақ, менің бұл жерде енді сарапшы ретіндеден гөрі координатор, сол жұмыстың ішкі құзыретін танытуға көп жұмыс істеді. Осы кезде болатын конкурстар, байқаулар, конференциялар, соның бірде-біреуінен мен өзім қалған жоқпын. Баяндама жасасақ, баяндама жасадық, дөңгелек столдарда өз пікірлерімізді білдірдік. Ғылыми жинақтар шыққан кезде үлкен баяндамаларымыз жарыққа шықты. Сондықтан бұл жерде әлі үйлестіруші, әрі ғылыми сараптама жасау ретінде теоретик. Үшінші, сол жұмыстың қалай жүзеге асып жатыр, оның мына қоғамда пайдасы қаншалықты қажет дегенге сараптамашылық қызметіміз жүзеге асты деп ойлаймын. Біз оның бірде-біреуінен қалған жоқпыз. Қазақша айтқанда, сол ассамблеяның бүкіл өмір сүру қарекетіне араластық деп айта аламын өз басым. Ал енді кезекті сұрағымыз, бүгінгі таңда ассамблея мен қазақ халқының мәдениетінің біртұтастығы қандай? Көп этносты мемлекет біздің қазақ еліміз. Айтып жатады, 140-тан аса көп ұлттар біздің елімізде тұрып жатқаны белгілі. Ал енді сол ұлттардың біздің қазақ жерінде тегінен келе салған жоқ қой. Олардың тағдырлары, тарихтары әртүрлі. Жаңа өзіңіз берген сұраққа орай келетін болсақ, біздің қазақ халқы несін жоғалтты? Тіліміздің, мәдениетіміздің жоғалғаны рас қой 70 жылда. Ал енді үлкен жақсы жағдай, сол әртүрлі жағдайда келген ұлттың адамдары біздің қазақ жерінде өзің ана тілінде сөйлеуге, өзің ана тілін дамытуға мүмкіндік туды.
Олар бізден үйренеді, біз олардан үйреніп, олардың тілін де, мәдениетін де еркін сөйлеуіне, еркін өмір сүруіне мүмкіндік жасаған үлкен бір қазақ елінің жасаған жақсылығы, жасаған бір айтады ғой, ыңғайлы атмосферасы, ыңғайлы ортасы деп айтуға болады. Сондықтан бұл ассамблеядағы әрбір ұлт біздің қазақ жерінде еркін демалып, еркін өмір сүруге мүмкіндік жасалды деп әбден айтуға болады. Сондықтан сіздің айтып отырған сұрағыңыз мәдени бір тұтастық, мәдени бір егейлік бұл жерде міндетті түрде сақталынған. Мәдениетін дамытуға, тілін дамытуға жағдай жасап жатырмыз. Сол үшін ассамблея ашылды ғой міне. Осы сұрақ мен сараптамашы ретінде, ғалым ретінде айтатыным, мұғалім ретінде айтамын, студенттерге келіп сабақ беріп айтамын, сендер қазақ жерінде тұрасың, қазаққа қалай қызмет жасай аласыңдар? Сен біріншіден мансабың өсер еді. Жаңағы тәжік, түркімен немесе өзбегің немесе украинаның қазақша сайрап тұрса, солай ғой біз. Сенің қызметің өседі, сенің жағдайың жақсарады, өйткені сен ұлтқа қызмет жасап аласың. Сондықтан бұл жерде біз бүгінгі әңгімеміз ассамблея болып тұрғаннан кейін қазақ халқының тілінде, мәдениетінде бір ғана қазақ халқы емес, өзге ұлттар осыған барынша қызмет жасау керек. Мәдени бірегейлікті жоғалтпау біздің басты мақсаттарымыздың бірі ғой. Ассамблеямызда цифрлық ассамблея деген жоба бар. Осы орайда сізге тағы бір сұрақ, тілімізді, дәстүрімізді цифрландыру бұл осы бір мәдениетімізді, дәстүрімізді сақтауға көмектесіп жатыр ма? Әлде сіздер бір кем тұстарын көріп тұрсыздар ма? Мен жаңа айттым ғой, ұлттық элитаны қалыптастыру керек. Ұлттық элита мықты болса, ұлт мықты болады, мәдениеті мықты болады, дамиды. Ұлттық идеология керек. Қазір ақырын жүргізіліп жатыр, бірақ соны мықтырақ жүргізуіміз керек. Сол фольклорды жинап алды, балалар фольклорын жинапты, сыңсуды жинапты, жоқтауды жинапты. Мен оны алдағы уақытта жобам бар. Цифрлық неге қоям, жасанды интеллекті. Сонда фольклордың бүкіл байлығын 100 томға артты. Одан да қазір жарыққа шықпаған дүниелер жиналып жатыр әлі. Осыларды біз цифрландырсақ, бүгінгі сөзсіз қоғам, жас қоғам болсын, қазақ қоғамы болсын, өзге ұлт болсын, оқуға құқысы бар, оқуға мүмкіндігі бар. Яғни біз бұрынғы қазақтың ұлттық дәстүрін өз ұлтымызда, өзге ұлтта осы жасанды интеллект арқылы, цифрландыру арқылы енді ақпараттандыру әлеміне апару керек. Бүгінгі әлемдік деңгейдегі жаңалықтардан қалмаймыз. Артымызда үлкен қазына жатыр. Енді осыны әкеп цифрландырып осы беру керек. Ұлы халық, қазақ халқының сөзі қандай? Сондықтан ол сөзді жаңағы ассамблеяда жүрген бүкіл ұлтқа таныстыруға біздің басты міндетіміз. Қоғамға осыған жұмыс істеу керек. Сіздің цифрландыруыңыз жаңағы неше түрлі ақпараттандыру қызметі осы жерде жұмыс істеу керек. Сұрақ қойсам, шынымен де осы ассамблеяның 30 жылдағы құндылықтарын насихаттау керек қой. Енді осы ассамблеяның ішіндегі өзіңіздер болып, бұқаралық ақпарат құралдарымен қалай жұмыс жасайсыздар? Қалай байланыстасыздар бұқаралық ақпарат құралдарымен? Бұқаралық ақпарат құралдарымен мен өзім жылына 2 рет, 3 рет, кейбір кезде 4 рет облыстық теледидар шақырады. Мына ертіс, Конституция күні, одан кейін біздің егемендік күні, осындай үлкен мейрамдардың алдында шақырады. Айманда талай рет мен көрдім. Сол кезде осы тақырыптар қозғалады. Сол кезде айтамын. Одан кейін мен соңғы 1 жыл міне өзімде әлеуметтік желіге роликтер шығарып, осы тақырыптарды көтеріп жүрмін. Одан кейін соңғы айтып тұрмын 2 жылда өзім экспорттық осында мүше болып, осындай ұйымдастырылған шараларға белсенді қатысып жүрмін. Осы Павлодарға 1989 жылы келдім. Ауыл мектебінде 3 жыл жұмыс істеп, сол 89 жылдан осы күнге дейін бұқаралық ақпарат құралдары мені Павлодар өңірі емес, бүкіл Қазақстан біледі. Тіпті мен кейбір туыстарым баруға көрмей қалса теледидардан, радиодан немесе газет беттерінен мен мақалаларымды оқып таниды. Менің өзі басты миссиям сол қоғамға
қазақ халқының бүкіл тағылымын, мәдениетін, болмысын таныту. Міндетті түрде Сарыарқа Самалы газетіне жазылып отырып, және сол газетке жылда ай сайын жоқ дегенде 2 айда бір мен мақалам шығып отырады, тағылым деген рубрикамен. Руханият деген өзімнің авторлық бағдарламам бар. Сол радиода мемлекеттік тілге де байланысты, өзге ұлттардың қазақ тілінде сөйлеуге байланысты. Бұл жерде осы достық үйінде Нұрана қоғамдық бірлестігі Бақыт Шаханованың жетекшілігімен өзіміз талай 1001 бала, өзге ұлттың адамдар 1000-нан аса балалар қазақ халқының тазша бала деген, яғни тағы да қазақ өлеңдерін, фольклорын насихаттауда осындай жұмыстар жүргізілді. Қазақстанымыздың жарқын болашағы үшін этнос аралық келісім өте мықты болу керек. Осы орайда білім беру жүйесінің негізгі міндеттері қандай? Этнос аралық келісімді нығайту үшін және де ассамблеяда жұмыс істеп келе жатқан жас мамандарға қандай кеңес берер едіңіздер? Этнос аралық келісімді нығайту үшін. Этнос аралық деген ол достық қой. Иә. Ол достық. Ол жаңа бір-бірін түсіну. Ол бір-бірін сыйлау. Ол бір-бірін құрметтеу. Қазір бізге ұлтаралық, этнос аралық білімдендіру, сауықтыру жұмысы қатты болу керек. Қазір төрге шығатын жағдайы қиындау болып тұр. Кей кезде оны төрден төменге қарай ысырып жүретін жағдайларды да көріп жүрміз. Сонда оның тілдің қолдану қажеттілігін бізге өсіруіміз керек. Тек қана біз өзіміздің мәдениетімізді сақтап, ары қарай дамытқымыз келеді. Ал ол үшін тіл арқылы. Сондықтан тілімізді мемлекеттік деңгейге жеткізуіміз керек. Бірлігі жарасқан Қазақстан жастарының болашағы жарқын болсын. Бүгінгі студиямыздың қадірлі де құрметті қонақтары Серік Қайырбекұлы, Айман Файзуловна, құнды да мәнді кеңестеріңізбен бөліскендеріңіз үшін мыңда бір алғыс. Алтын уақыттарыңызды бөлгеніңіз үшін рахмет. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.